Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Жасанды интеллект пәнінің 14-ші дәрісін бастаймыз. Дәріс тақырыбы нейрондық желіні оқыту. Нейрондық желілерді оқыту процесі мынау сызбада көрсетілген. Яғни ең алғаш деректер базасы болады. Деректер базасынан кейін мысал таңдау. Мысалдан кейін біз нейрондық желілерде оқыту процесі жүреді. Яғни ол бір қабатты нейрондық желілер ма, жоқ көп қабатты нейрондық желілер ма, Хофдилд, Кохенен әртүрлі нейрондық желілердің классификациясының бірінде, яғни бір түрінде осы нейрондарды оқыту процесі жүреді екен. Одан кейін осы желінің жауабы болады. Яғни қатені есептеу болады. Қатені егер қателігі кішігірім болса, онда желі оқытылады. Ал егер қателік үлкен көлемде болса есептеу кезінде, онда қайтадан желілерді баптай алады. Одан кейін кері процесс жүреді. Қайтадан қайтарылып, нейрондық желі қайтадан оқытылады. Егер қате көп болған кезде қателік. Нейрондық желілердің моделі алдыңғы сабақтарда да айтып өткендей, оларда кіріс қабаты болады, Кіріс қабатынан кейін кіріс, одан кейін нейрондық желінің қабаттары болады. Содан сол қабаттарда оқытылғаннан кейін сумматорлар, яғни сол қабаттардың қосындысы. Сосын функция, активті функциясы болады, Содан кейін шығыс қабаты болады. Яғни мына жерде синапстар дегеніміз, яғни кіріс, салмақ деп аталады синапстар. Сумматорлар деген есептеулер жүргізеді. Барлық жаңағы нейрондардың синаптикалық байланысы бойынша сыртқы кіріс сигналдары немесе сигналдардың қосылу орындайды осы жерде, сумматорда. Активация функциясы, яғни қоздыру, тежеу деп аталады. Бұл нейрондық синапстарынан түсетін нейронның соңғы шығыс деңгейін анықтайды екен. Бұл жалпы нейрондық желінің моделі. Ал одан кейін осы жасанды нейрондық желілердің архитектурасы, топологиясы деп айтсақ болады. Бұл жерде көріп отқандарыңыздай бірінші суретте, мына жердегі, бұл толық байланысты көрсетіп тұр. Одан кейінгі екінші суретіміз бұл көп қабатты персептрондар, Одан кейін нашар байланысқан дейді, бір-бірімен байланысы нашар. Яғни бұл жасанды нейрондардың топологиясы көрсетілген. Келесі, осы нейрондық желілерде бізде активация функциясы деген термин бар. Яғни активация функциясы бұл белсендіру функциясы немесе қоздыру функциясы деп те аталады. Осы жасанды нейронның шығыс сигналын есептейтін функция. Қазір бұның бірнеше түрлерін көресіздер. Негізінен көп қолданатын осы сигмоидалды активтендіру. Мына жерде формуласы көрсетілген. Сигмоидалды активация функциясы мысал ретінде өрнегі көрсетілген және мына жерде сызбасы тұр. Одан кейінгі мына жерде қарап отқандай активацияның әртүрлі функциялары бар. Тангенс, синусоидалы, релу деген түрлері бар. Негізінен қазіргі кезде көп қолданылатын активация функциясы релу деп аталады. Яғни бұл релу түзетілген сызықтық бірлікті білдіреді. Және активтендіру функциясының бірі болып табылады осы релу дегеніміз. Бұл қазіргі кезде қарапайымдылығымен ең көп қолданылатын осы функция, активация функциясы релу деп аталады. Және соңғы зерттеулерде сонымен қатар бұл биологиялық нейрондардың жұмысын дәлірек сипаттайтынын көрсеткен болатын.
Яғни осы релу активация функциясы қазіргі кезде өте кең қолданылады екен. Одан кейін нейрондық желілердің моделін ең алғаш 1943 жылы Маккалов және Питц деген ғалымдар көрсеткен болатын моделін. Осы нейрондық желінің моделін ең алғаш болып. Желі функциясының мәнін есептейтін қарапайым процессорлық элемент түріндегі осы нейрон моделін шығарды. Екіншіден, бұл кісілер логикалық және арифметикалық операцияларды орындау үшін нейрондық желінің құрылымын шығарды. Және үшіншіден, осы нейрондық желіні оқуға, бейнелерді тануға және алынған ақпаратты жалпылауға қабілетті деген болжам айтқан болатын. Осы Маккалов және Питц деген ғалымдар 1943 жылы ең алғаш осы нейрондық желіні моделін көрсеткен болатын. Одан кейінгі ең алғашқы жасанды нейрондық желіні 1958 жылы Розенблат шығарған болатын, енгізген болатын персептрон ұғымын. Ең алғаш осы 1958 жылы Фрэнк Розенблат персептрон ұғымын ең алғаш енгізген. Бұл нейрондық желі моделінен кейін Розенблат нейроаралық байланыстарды модификациялау мүмкіндігін енгізген. Бұл нейрондық желіні оқылатындай етті. Сонымен қатар ең алғашқы персептрондар алфавит әріптерін таныған болатын 1958 жылы. Ал персептрондардың оқыту алгоритміне келетін болсақ, бұл жерде жүйенің эталоны болады, бейнелерді көрсететіні. Екіншіден, тану нәтижесі көрсетілгеннен кейін, онда салмақ коэффициенті өзгермейтін болса, яғни көрсеткішке сәйкес келген болса, жаңағы тану нәтижесі көрсеткішке сәйкес келген болса, онда бізде салмақ коэффициенті өзгермейді. Ал егер біздің көрсеткішке сәйкес келмей, қандай да бір затты, кескінді дұрыс танымаса, онда бізде салмақ коэффициентті арттыру немесе кеміту арқылы өзгерістер енгіземіз, баптаймыз яғни. Бұл персептрондардың оқыту алгоритмі және де нейрондарды оқыту принципі, бұлар алдыңғы сабақтарда да айтып өткендей, мұғаліммен оқыту және мұғалімсіз оқыту. Мұғаліммен оқыту дұрыс жауаптарды жинаудан басқа, есептеу кезінде қалаған жауап пен жауап арасындағы айырмашылық және салмақты кейіннен түзету оқыту әдістері салынды. Ал мұғалімсіз оқыту бұл қандай да бір қорытынды жасауға, жинақтау немесе кластерлеуге негіз болатын деректердің жиынтығы. Яғни ол ешқандай мұғалімнің көмегінсіз жаңағы өздігінен оқытылады. Белгілі бір жаңағы мұғалімсіз оқыту алгоритмдерінің негізінде. Ал мұғаліммен оқыту ол арнайы жауаптарды жинау арқылы, оларды есептеу жүргізу арқылы, яғни бұл жерде көбіне мұғалім, яғни нұсқаулықшы арқылы оқытылуды айтады осы нейрондық желілерді. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі нейрондық желілерді оқыту сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.